Енді Жанат Бақыт туралы өте көптеген дүниелерді айта беруге болады, бірақ көпшілік оны дұрыс, кейбір адамдар оны дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Бұл бір жарнама жасап жатыр ма, бұл неменеге айтып отыр, жоқ әлде соған барып келген мақтаныш қылып айтып отыр ма деген сияқты әртүрлі ойлар кетеді ғой. Енді кім не ойласа да өзі біледі. Менің өзім ақ ниетім, менің өзім ақ көңілім, осы өзімнің халқыма деген, жұртыма деген, ағайын туған туысқан, жақын жора жолдас, солардың бәріне деген өзімнің ішкі өзімнің жан дүниемді ақтарып отырмын. Әркім керегін алады, керек емесін лақтырады. Мен ешкімге ешқандай ақыл айтпаймын, айтқандай емеспін. Тек қана өзімнің дүниетанымыммен бөліскім келеді. Өйткені ілгеріде аян көргем, аян деймін, түс деймін, әйтеуір менің түсімнің бекер кетпейтінін өзім әбден түсіндім. Сондықтан бірде сондай бір аян көргем. Адам ол аянның жаңағы аян ешқашанда адамның есінен шықпайды. Сен қаншаға келесің? Сен 10 жасыңда жүріп түс көрсең де, қазір 40-қа, 50-ге, 60-қа келсең де сол түс есіңнен шықпаса, ол демек, ол аян деген сөз. Ол деген, ол Құдайдың саған тікелей беріп отырған, Құдайдан келген ақпарат деп түсіну керек та. Соны негізге алу керек. Яғни сол көрген түсің арқылы жүріп тұруға, сол түс арқылы, аян арқылы Құдай тағала саған нені меңзеп тұр, сен нені үнемі бақылауыңда ұстауың керексің. Міне сол туралы ұмытпай жүру керек адам. Ұмытпай жүру керек. Сондай ұмытпай жүретін түс аяндар көрген екем уағында. Сол себептен мен өзімнің дүниетанымыммен осылайша бөлісуге тура келіп тұр. Одан басқа тағы да бір жолдар бар. Енді Құдай тағала оны алдағы уақытта өзі көрсете жатар. Енді жолдар болғанда біз ғой бәріміз, осы тірі жүрген адамдар бір-бірімізге қалай жәрдем бере аламын деп осы тұрғыда көбірек ойлансақ. Өйткені адамның бойындағы кемшілік бітпейді екен. Мен өткен өмірім жайлы көптеген ақпараттар білгендіктен және өзімде жан жақта ізденгендіктен өзім былай тұжырымдадым да, біздің күнәміз бітпейді бұл жарық дүниеде. Бір күнәңнан ажырасаң, екінші күнәң шығып тұрады. Яғни біздер, менің анам айтатын еді, менің анам өте жаңағы дана, көріпкел болған екен. Болжап айтатындар тура келетін бір қасиеті мықты адам болған екен. Біз балалықпен өзіміздің ата-анамызды да тани бермейді екенбіз ғой. Сонда анам айтатын, анамның айтқан сөзі, ой пырмай, адамдай құбылмалы жан жоқ екен ғой дейтін. Ол деген сөз адамдардың жаңағы жүрекпен емес ақылға жүгініп кетеді. Абай атамыз айтқан ғой, қайрат, ақыл, жүрек қайсысын басқарады, қайсысын бірінші орынға қою керек деп. Енді Абай атаның жаңа шығармаларын оқысаңыз, өздеріңіз естеріңізге түседі. Сонда барлық нәрсені ақылды да, қайратты да жүрекке бағындыру керек екен. Ондай болмаған жағдайда біз ақылменен, қайратпенен жамандықты да жасай береді екенбіз. Осыны анам әбден түсінген ғой өзінің өмір жолында. Сонда екі жүзді, жағымпаз адамдарды байқағанда осылай таң қалады екен анам. Жарықтық жатқан жер жайлы болсын, анашым солай айтатын. Сол кезде біз балалықпенен ондай нәрселерге көңіл бөле бермейміз ғой, бірақ сол анамыздың іс-әрекеті, өзіміздің ата-анамыздың іс-әрекеті, олардың айтқан сөздері, қылықтары, істері бәрі жаңағы көз алдымызда ғой. Айтқан сөздері күнде болмаса да күнінде есіңе түсіп отырады. Анам жарықтық сөйтуші еді, әкем бүйтуші еді деп.
Демек біз ата-анамыздың бойындағы жақсы қасиеттерін сіңіре отырып, соларды қайталап жаңғырта отырып, біз өзіміздің ата тегімізбенен жалғанады екенбіз. Міне ата жолда жүргенде де көптеген жаңағы жақсылықтар болды, көптеген керемет жақсылықтар болды. Оның өзім куәсімін. Аққу сұңқарлардың еңбектерін мен өте жоғары бағалаймын. Не деген аққулар, сұңқарлар қызмет етті. Ал енді сонымен қатар аққулар кім, ол сұңқарлар кім, неге өздеріңді осылай атайсыңдар, неге өздеріңді бір жоғары санайсыңдар деп жаңа түсінбей жүрген халықтарымыз бар. Енді олардың түсінбегенді түсінуге болады. Сөйтсек, оны біз өзімізде түсіндіре алмадық кезінде, неге аққу атандық, неге сұңқар атандық деп. Сөйтсек, ол біздің тәнімізге емес, жанымызға қатысты атаулар екен. Оны кейін өзімде түсініп, қазір оны жақсы түсінгендіктен, оны жақсы былай өзің жақсы түсініп тұрған дүниені өзгеге де жеткізіп айта аласың ғой. Аққулық, сұңқарлық деген ол біздің тәнімізге берілген атау емес. Біздің құс қанатыменен туылған жоқпыз ғой. Бүркіт сияқты биікке ұша алмаймыз, аққу сияқты үнемі судың бетінде жүзіп жүре алмаймыз. Біз адамбыз. Біз жұмырбасты пендеміз, адамбыз. Ол аққулық, сұңқарлық деген атауды ол әруақтар берген, Құдайдың құдіретімен. Біздің жанымыздың атауы ол. Біздің жанымыздың болмысы сондай аққулық, сұңқарлық қасиетке ие болу. Соны ұмытпау, сол болмыста ұстап жүру. Мінекей, Қыдырәлі Тарбаев ағамыздың миссиясы, Құдай тағаланың берген осындай болған. Жүрекпен сөйле, жүрекпен іс-әрекет ет, амалыңды жаса деген сияқты. Сондықтан мына адамның танымында шек жоқ екен. Мына әлем неткен кең болса, мына адамның дүние танымында да ешқандай мынандай шектеу жоқ екен. Біз бәрімізде еркін жүруді қалаймыз. Өзіміз еркін жүрсек деп ойлаймыз, ал өзгенің еркін жүргеніне біз келісе бермейміз ғой. Міне сонда бар мәселе, мәселе біздің басымызды қатыратын осы нәрсе екен. Өзіміз білгенімізді жасағымыз келеді, істегіміз келеді, ал өзгеге біз еркіндік бергіміз келмейді. Өзге бізге қызмет жасаса дейміз. Ал өзге сонда еркін жүргісі келмей ме деген сұрақ туындайды. Енді керемет. Сондықтан менің айтарым, бірінші өзіңізді тани беріңіз. Өз әлеміңізді танып, өз әлеміңізбен достасып алыңыз. Өз әруақтарыңызбен достасып алыңыз, танып алыңыз. Сонда сіз өзіңізге де пайдалы, өзгеге де пайдалы әңгімелеріңіз болады. Әркім өзінің керегін алады. Мына Жанат Бақыттың алып отырған бағыты ендігі жерде дұрыс. Өйткені ол да қазақтың қызы, 4-ші ұрпағын дүниеге әкеліп отыр. Құдай бергеннен кейін әкеліп отыр. Сондықтан бізде ата жолда айтып жатады ғой, пәленшенің байы жоқ, оның сөзіне сене бермеңдер, түгеншенің баласы жоқ, оған күмәнмен қараңдар деген сияқты. Енді әрбіріміздің жаңа кемшіліктеріміз айтылып жатады. Әрине, ол кемшілік айтылды екен деп оған теріс қарауға болмайды, сөз қайтаруға болмайды. Ол кемшіліктің бәрін қабылдау керек. Саған сондай кемшілік берілді ма? Демек сол кемшіліктің арқасында сен не істейсің? Құдай өзіңді тануға, Құдайдың құдірет күшін тануға өзің ынталанасың. Егер адамның бойына сондай бір кемшіліктер берілмесе,
онда адам балқып шалқып өмір сүреді де көп жаңағы сұрақтар ол адамның жан жүрегін мазаламайтын болғандықтан ол адам не істейді, ізденбейді. Сол Құдайдың бергенін асыра пайдаланып керісінше күнәлар жасап алады. Біз сондықтан осындайдан сақтануымыз керек. Егер Құдай сіздің 4 құбылаңызды түгелетіп қойса, отбасыңыз бар, күйеуіңіз бар, бала шағаңыз бар, үйіңіз бар, жайыңыз бар, әйеліңіз бар, бала шағаңыз бар, сондай бір бар болып отырсаңыз, демек ол бар екенмін деп асып тасымай, кем-кетікке күлмеңдер деп отыратын мен өз анам. Кем-кетікке күлмеңдер деп. Өйткені Құдай сол кем-кетік арқылы адамды тәрбиелеп, адамды мейірімді болуға шақырады екен. Мен өзім Құдайға шүкіршілік айтуым керек екен ғой деп, адам шүкіршілігін ұмытпас үшін сондай бір кем-кетіктерді көріп, тәубасына келіп, өзіне Құдай сондай өмір берген бағалап өту керек екен ол адам. Ал бізде керісінше жаңағы күліп, кекетіп, жаңағыдай бір іс-әрекеттер болып жатса, енді ол да дұрыс шығар, кім біледі енді оны. Егер сондай пікір қарым-қатынас жасап отырған адам мен өзімдікі дұрыс десе, енді ол адам оны өзі біледі. Әркім есепті Құдайға береді. Мен пайымдауымша, баяғыда бір аталарымыз айтып қалған, бір қызық әңгімелер айтып отыратын бір аталар үйге келіп шай ішіп, сол кезде тыңдап отырасында сол сөздер есіңде қалады ғой. Кім өзі қандай болса, әруағы сондай дейді. Мына осы сөз мен жанымда қапты. Қазір сол сөзді былай айтқым келеді. Адамдар біздерді бір-бірімізді мойындамай соншалықты бір күнә іздегіміз кеп тұрады. Күнә іздесең ол табыла береді, ол күнә шыға береді екен. Өйткені сол өткен өмірім туралы біліп келгендіктен мен толық айта аламын. Ол күнә ол тірі жүргенде бітпейді. Күнәні іздеген адам табады. Таба береді. Ал менің таңдауым ол емес. Құдай әрбірімізге таңдауды береді екен ғой. Менің таңдауым ол емес. Мен өзім күнәларымды де білем, өзгенің күнәсін де көріп тұрмын. Сондықтан өзіңді қалай кешірсең, өзіңді қалай жақсы көрсең, өзгені де солай жақсы көріп, өзгені де солай кешіре біл дейді. Бұл менің ақ сүтін беріп, аялап өсірген анамнан алған, сол ақ аналарымнан, әжелерімнен келген қасиет. Менің қасиетім, бір қасиетім осы. Кез келген адам 8 қырлы, 1 сырлы бола алады. Одан да қыры көп бола алады. Адамның бойындағы қасиетте шек жоқ екен. Сондықтан құрметті көпшілік, біраз жаңа әңгімелер жиналып қалып еді. Осылайша енді өздеріңізге айтуды жөн көрдім. Негізі Айболат ағаның айтарым бар деген каналы күштеді. Оған айтарым бар деп осы жүрекке келген сөзін кез келген қазақ айта берсе, ол жүрегі ашылар еді. Жүрек ашу деген ол оңай шаруа емес. Әр адам ол гүл сияқты ғой. Әр адам өзінің жүрегін ашпаса, ол адам сондай әркімге бір қапа болып жүре береді. Енді жүректі ашуын ашасың, сосын ары қарай тағы да басқа жұмыстар тұр. Сондықтан осы Айболат ағаның сол айтарым бар деген каналы, осы көпшіліктің каналы болса, қазақтарымыздың каналы болса, біздер деген пікір алмасуды білмейміз ғой. Біздер ұрсып таласып, жаңағы кектеніп, қарғанып, сіленіп бір-бірімізді. Енді мен осы уақытқа дейін естімедім ешқандай әйел
ешқандай әйел баласы, яғни 30-дан асып отырғаннан кейін ол отбасы құрып, отбасы құрмаса да бала шағасы болған әйел адамдары енді бір-бірін пері деп жатады, сені пері деп жатады, басқаны пері деп жатады, бірақ өзін айтпайды екен. Мен соны ұқтым да. Мен өз басым ешкімге ондай сөз айтқан емеспін. Ал мені сондай нәрсеге теңеп айтқан адамдар, енді оның бәрін, ол кемшіліктің бәрін бар. Бірақ мен ол әйелдерге айтар едім. Біреудің айтқанын өздерің жақтырмайсыңдар, өздерің жақтырмаған нәрсені өзгеге неге айтасыңдар дегім келеді. Өз адамның өзі қандай болса, әруағы да сондай дейді. Соны ұмытпауымыз керек. Өздерінің дүние танымы тар болған адам ондай дүниелерді айта бермегені абзал. Сол дұрыс болады, өзіне де дұрыс болады, өзгеге де дұрыс болады. Ал жарайды, мен пері екем. Мен пері болсам, сен аталы жолда жүрсің, өзің жоғарғы сатының адамымын деп өзіңді солай есептеп отырсың. Демек, сен маған жәрдем беруің керексің. Мынау сондай періліктен құтылсыншы. Мен бұған қолымды созайын деп. Мен боққа батып жүрсем, оны одан бетер батырып кетсең, онда сен қандай адам болғаның? Өзіне сұрақ қойсын сол адам. Мен сол пәленшені пері деп айттым, түгеншені сөйтіп айттым. Менікі сол дұрыс па, дұрыс емес па деп әркім өзіне сұрақ қойсын.